басқан ізі сықыр-сықыр етеді. Күннің шуағымен шағылысқан ақ ұлпа қарда жалт-жұлт етіп, еріксіз өзіне қаратады, аузынан шыққан ыстық дем көзілдірігін булап, айналасын тұман торлағандай қылады. Мойнына ораған әдемі орамалы мен ауық көзілдірігін сүртетте қайта киеді. Жылағаннан болар онсызда сейіліп қалған кірпіктеріне қырау қатып, ауыртпалығы ортаймас өміріне салмақ салғандай болып келеді. Әлсін ақпанның суық ауасын жұтып, іштегі қызуын тізгіндегендей болады. Күннің сақырлаған аязының ызғары соншалықты екі аяғын сезбей барады. Арасында жол ортасында тоқтай қалып қос аяғымен кезек-кезек жерді тістеніп тепкілейді. Бұнысы жансыздана бастаған аяғына қан жүгіртудің амалы. Қолына төрт қайтара бүктеген бір жапырақ қағазды алақанына қайта қысып аппақ қарға оранған саябақ ішіне келіп жайғасты. Жан жағына көз тастап еді. Тура мына әлемде жалғыз өзі қалғандай жан баласы көрінбейді. Мына қыстың суық ызғары дәл қазір Жансая үшін түк емес сияқты көрінді. Кеудесін қарып, өмірге деген қылдай үмітін үзген қолына ұстаған қағаздағы бір ауыз сөз. Неткен ауыр үкім деп ойлады ол іштей. Бар өмірі көз алдынан тізбектеліп өте шықты. Бірден есіне марқұм әкесі түсті. Бәлкім әкем тірі болғанда бір амалын табар ма еді деген ой сап етті басына. Артынша, ай қайда маңдайға жазылғаннан кім асалған деді қайта іштей бәріне көнген сыңай танытып. Бір шама уақыттан кейін ауыр күрсіне орнынан тұрды да, амалы таусылған адамша ауыр ой құрсауында үйіне қайтты. Таңертең асығы шығып кетіп еді, шашылып жатқан үйіне бір көз жүгіртіп шықты да жинай бастады. Қайта сөреде тұрған сағатқа қарап қояды. Әлі кешкі ас дайындауы керек, әне-міне дегенше күйеуі Еділ де жұмысынан келеді. Жансая ширақ қозғала бастады. Қанша тез қимылдайын десе де, бұрынғы күш-қуатының жұрнағы да қалмаған сияқты. Бойын әлсіздік басып, аяғы еркіне бағынбай орындыққа отыра кетті. Тынысы да тарылып барады. Қолын басына қарай апарғаны сол еді, жібектей шаштары уыс-уыс жерге төгіле жөнелді. Жансая аса таң қалмады, бұл оның соңғы бір жылда көріп жүрген көрінісі. Әуелі өзінің ауыр дертке ұшырағанын білгенде, ол да өзгелер сияқты шашын тақырлап алып тастағысы келгенімен жүрегі дауаламады. Бала кезінен әкесі шашына қайшы тигізбей өсірген. Үш шаштарын қиып тастауға дәті бармады. Енді уақыты келген сияқты, себебі бір жылда түрлі ем қабылдаса да еш нәтиже болмады. Өмірім қыршыннан қиылайын деп тұрғанда, мына шаштың пайдасы не? Онсызда сиректеніп төбем көріне бастады емес па деп өз-өзімен сөйлескендей болып, жар жағалап жуынатын бөлмеге барды да қолына қайшыны алып шашын қия бастады. Жерге шаштармен қосыла, көзінен аққан парша-парша жастары да төгіле бастады. Таңертеңнен тамағына тығылып тұрған өксігі, мұзды жарып шыққандай болып, Жансая дауыстап жылап жіберді. Сол кезде сыртқы есік ашылып, үйге Еділ келді. Әйелінің ашы даусын естіген ол жуынатын бөлмеге қарай жүгірді. Еденде жылап отырған Жансаяны көрген ол қасына отыра кетіп, бес әйелін құшақтап алды. Құшағына қыса берді, маңдайынан өбіп басынан иіскей берді. Оның да осы күні бар амалы таусылған. Қолынан келері осы ғана. Уайымдамашы жаным дей берген Еділге Жансая. Дәрігерде болдым, анализдерде еш өзгеріс жоқ деді, алған емім зая болған екен деді Жансая жылап. Жатып, дәрігер хабарласса маған айт дедім емес пе? Бірге барам деп едім ғой деп Еділ Жансаяны демеп орнынан тұрғызды. Шашыңа не істеп тастағансың? Қазір өзім әдемілеп алып беремін. Сосын екеуміз күштілеп кешкі ас дайындайық. Ертең дәрігерге өзім барып қайтамын. Бәрі жақсы болады деді Еділ әйелінің үсті басын ретке келтіріп жатып.